Ассаламу алейкум всем. Вот сегодня 12 мая. Утром только лошадей сюда пригнал. Получается. Самая последняя кобыла. Фортуна. Ожеребилась, смотрю, после обеда. Сейчас время 3 часа. Я приезжал, получается. Утром в 7 их перегнал. Она еще не ожеребилась. Долгожданная Фортуна. Вообще эта кобыла самая первая у меня, которую мне подарил отец. С этой кобылой я и начинал ездить на ней, учился. Она ездовая, ну, по крайней мере, была. Сколько лет уже не садились на нее. Вот сегодня она принесла жеребчика, кажется, длинноногого такого. Хас-хасвар. А нет, кобылка. Кобылка. Долго ждал я эту кобылу, когда она ожеребится. Вот сегодня она у нас принесла вот такую. И малышка. Твай. Сегодня жарко. В прошлом году тоже в конце мая ожеребилась. В этом году на 20 дней раньше. Овод не дает им покоя, кусает. Не стоят. Что-то чуть-чуть пуповина вроде как бы опухшая или что. Ну вот, как-то так. Не құрметті қазақ елі. Бүгін ең бірінші бием қолындады. Құлын тор екен. Ұрғаша. Биылда кеш ол. Негізі былтыр майдың аяғында құлындаған. Биыл 20 күнге ертерек құлындап жатыр. Құлын ұрғаша екен. Айғырға тартқан. Солай. Не, бүгін мынандай көрініс болып тұр. Мына жерде былтыр жанған ба, сондай жанып кеткен шөп. Енді шөп шығып жатыр мына жақта. Өздері мына жаққа келеді. Жаңған жерге. Шөбі тәтті болады шығар. Содан бері қарай келді. Мына үйірім енді аман-есе құлындады бәрі. Аллаға шүкір. Негізі тор айғыр өз жұмысын істейді. Шығарады, как положено. Бірақ тайларды қоспайды. Қуып шығады. Сол үшін біз көктемде ерте тайларды бөліп тастаймыз. Ертең кетіп қалса қай жерде іздейсің. Айдала болса жарайды. Біз жақта қала ғой. Қалаға кірсе болды. Таба алмайсың. Сау саламат бол. Солай жоқ. Енді бір жұмадай жүретін шығар. Құлын кішкене есін жинасын. Сосын Алла қаласа
Жылқыларды қамайым. Жылқыларды қамап сауамыз. Қымыз деп. Негізі мына үй басқа үйірде болған. Колғайғыр. Ой, жынды болатын. Не, үйірді айдатқызбайды. Негізі айғыр жуас болу керек. Сол жақсы. Не, ең бірінші қолында ғой мыналар. 2 айлық. Шіркін әмінда су болса, жауышқа жақсы болшы еді. Жоқлар кішкене алысқа барады енді. 5-6 шақырымға барады суға. Сосын бұл жаққа келеді. Енді су болмаса мына бәрі құрғап. Ертең сап-сары болады ғой ше бәрі. Сосын уже үйге қарай айдап келеміз. Кішкене семірмасын не болса да. Күйлерін жинап. Жарайды, амандық.